Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз инклюзивті білім беру бағдарламасы бойынша инклюзивті білім ұғымының мәніне тоқталамыз. Инклюзия термині ағылшын тілінен аударғанда қосылу деген мағына береді. Яғни интеграциялық білім беру процесіне ерекше білім беруге қажетті балаларды қосу, біріктіре оқыту деген ұғым аймағында қолданылады. Барлық білім беру процесінде балаларды жалпыға ортаға қосу, балалардың жасына, жынысына, діні мен этникалық ұстанымдарына, даму тежелуіне қарамастан, отбасының белсенді қатысуымен баланың жеке қажеттіліктерін әлеуметтік және түзету педагогикалық көрсетуге бағытталған мемлекеттік саясат ретінде айқындалады. Инклюзивті білім беру барлық қатысушыларға толық көлемде өмір ұжымында, яғни балабақшада, мектепте, колледжде, жоғары оқу орындарында немесе жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім алу деңгейінде өзіндік қатыса алуына мүмкіндік береді. Әрине, өкінішке орай, Қазақстанда инклюзия және инклюзивті білім беру түсінігі қоғамдық кең ортаға әлде болса толық таныс емес. Дамыған елдерде бұл заңнамалық түрде бекітілген және инклюзивті білім беру мен оқытуды көптеген халықаралық ұйымдар тарапынан қолдау көрсетіліп, арнайы заңнамалық нормативті құқықтық актілер жарық көрген. Бұл халықаралық ұйымдардың қатарында ЮНЕСКО мен ЮНИСЕФ-ті атап көрсетуге болады. Мемлекеттік білім беру жүйесі кемеліне жетпегендіктен, әлеуметтік көмек жүйесінде бос орындар, мектептердің архитектуралық жетіспеушілігі, ерекше қажеттілікті керек ететін балаларға мәдени қарым-қатынас мәселелері сын көтерерлік деңгейде емес. Әрине, біз бұны жасырып отыра алмаймыз. Әйтсе де, инклюзивті білім берудің қазақстандық білім беру жүйесінде әлде болса енді ғана қадам басып келе жатқан бір әдіс ретінде қарайтын болсақ, біз бұл деңгейді де өз шама шарқымызбен, яғни мүмкіндігінше білім беру процесіне ендіре аламыз деген ойдамыз. Жалпы жеке тұлғаның психикалық, физикалық ерекшеліктеріне, танымдық мүмкіндіктеріне сай оқыту мен тәрбиелеуді дамыту мен түзету бірлігінде қамтылған арнайы педагогика терминдерінің аясы кең болатындығы мәлім. Тілдің белгілі бір даму кезеңінде жаңа ұғымдардың қалыптасуы немесе нақтылы бір атаудың қолданыстан шығып, жаңа атаумен берілу мүмкіндігі бар. Осындай кезеңде атау термин ретінде орнығып қалыптасқанша, бір ұғым беретін бірнеше атаулардың қатар қолдану ерекшелігі беталысы байқалады. Мәселен, инклюзивті білім беруге қатысты нормативті құқықтық құжаттарда кезінде медициналық, психологиялық тұрғыда берілген анықтамалар бар. Бұл аномальды балалар, кемтар балалар, мүмкіндігі шектеулі балалар және де ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар деген терминдермен беріліп отыр. Егер де байыптап қарайтын болсақ, мәселен, Қазақстан Республикасының білім туралы заңында, оның 11 баптың 14 тармақшасында мүмкіндігі шектеулі балалар деген сөздердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар, яғни балалар деген атаумен ауыстырылсын деген арнайы нұсқау бар. Әйтсе де, заң аясында нақтыланып, редакцияланса да, ғылыми еңбектердегі терминдік жүйеде бірізділік жоқ. Жоғарыдағы атаулар бір-бірімен жарыса қатар қолданылуда. Терминдердің қолданысындағы мұндай алалық оларды бір арнаға тоғыстырып жүйелеу қажеттілігін аңғартатындай. Тіптен білім туралы заңда ерекше білім беруіне қажеттілігі бар балалар деп нақтыланып көрсетілсе де, бірнеше нормативті құжаттарда олар айрықша білім алу қажеттілігі бар, білім алуда ерекше қажеттілігі бар, немесе ерекше мұқтаждықтары бар балалар деген атауларменен беріліп келеді. Мұндай ала құлалық ғылыми зерттеу
сондай ақ әдістемелік әдебиеттерде молынан кездеседі. Осы орайда біз Қазақстан Республикасының білім беру туралы заңындағы 11 баптың 14 тармақшасына сүйене отырып, мұндай балаларды ерекше білім беру қажеттілігі бар терминменен бірыңғай атау қажеттілігін ұсынамыз. Осы кезеңде айтылу керек, соңғы кезеңдерге дейін бұндай балаларды, яғни түрліше денсаулығында ауытқушылығы бар балаларды арнайы зерттейтін дефектология саласы қазір арнайы педагогика деп аталып жүр. Демек, дефект, кемістік, аномальдылық, мүмкінділігі шектеулі деген терминдердің барлығы тілдік қолданыстан алынып тастап, оның орнына ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғалар деген атау қолданылуда. Егер де инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің өзіндік дайындық кезеңінен бастау алатындығы белгілі. Мұндағы негізгі ерекшелік, яғни бұл терминнің ауқымына не кіреді? Бұл яғни балалардың дене бітіміндегі, психикалық даму деңгейіндегі, оның зияткерлік, этникалық, тілдік және де басқа да ерекшеліктеріне мән берместен, олардың білімге деген талпыныстарын қанағаттандыру мақсатында барлық жағдайды жасау, сонымен бірге сапалы білім алуға мұндай тұлғаларды әлеуметке кіріктіру мәселелері көзделіп отыр. Сол себептен де біздің түсінігімізде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар термині білім беру процесінің негізінде сапалы білім алу мен әлеуметтік бейімдеу мән мазмұнын айқындайды. Қазіргі әлемдік арнайы білім берудің теориясы мен тәжірибесінде инклюзивті білім беру баршаның, сондай-ақ барша білім алуға деген тұлғалардың қол жетімдігін қамтамасыз етуге бағытталады. Демек, біздің бүгінгі инклюзивті білім беру жүйесі бойынша нақтыланатын бір ең алғашқы терминіміз бұл ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар деп аталады. Енді келесі тақырыптарда біз бұл категорияға қандай балалар жатады және олардың оқыту жүйесіндегі ерекшеліктері қандай деген сауал төңірегінде сөз етеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.